Сәлем достар, біз бүгін күнжутное печенье дайындаймыз. Ең алдымен қызып тұрған құрғақ табада күнжутты 6-7 минут қуырып аламыз. Күнжутымыз дайын, енді оны бөлек ыдысқа салып, жақсылап суытып аламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды салып, оның үстіне қант саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа қосамыз. Миксермен ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды, май еріп кетеді. Ұнымызға араздық шетел қосып, ситадан өткізіп, сары майлы массамызға саламыз. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Күнжутты қосамыз. Біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қолымызды сулап алып, тестаны дөңгелектейміз. Барлық тестадан осылай жасап, пергамент қағазына қойып шығамыз. Аралары міндетті түрде алыс болуы қажет. 180 градуста қызып тұрған пеште 5-10 минут пісіріп аламыз. Күнжутное печеньеміз дайын, жасап көріңіздер. Инстаграм парақшамды жоғарыға белгілеп кетін тіркеліңіздер. Күнжутное печенье қытырлақ болып шыққан.